Сәлем достар, қазір термомиксте қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен 130 грамм су, 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз. Енді осыларды араластырып аламыз. Енді соңғы кезекте ұн саламыз. Бізге 350 грамм ұн керек. Енді ұнымызды араластырып аламыз. Мінекей бізден мынадай масса шықты. Енді бұны термомикстің ыдысынан шығарып, үстелдің үстінде қолымызбен илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шықты. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа. Енді 25-30 минутқа қанғанша қойып аламыз. Кейін манты, пельмен, кеспе сияқты тағамдарға қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.